сәлем, бәріңе сәлем, сендер менен сем. Бүгін мен өзімнің керемет выживанием жалғастырат болам. Және де достар, осыған мен бір 2-3 мод қостым. Ол мод қандай десеңіздер, мынандай. Енді бұл Майнкрафтқа анимацияларды қосады, өте керемет анимацияларды. Енді қазір осы серияда біз енді достар шахтаға барамыз. Қазірге сундукта не бар екен көрсете салайын. В общем, назаттар бар. Деуме де болады шығар. Енді мына шахтаға барып келген соң біз нормальный бір ресурстар жинаймыз деген ойдам. Оған біз кішкене дайындалып алайық. Өзімізбен бірге мына дубовый доскаларға алып кете салайық. В общем, қалғанын сол жақта көре жатармыз. Енді ол шахта мына жақтарда болған. Міне тұрған шахта. Енді оған мен қазір барайын. Достар, мен осы шахтаға да жеттім. Сөйтсем бұл шахта емес. Әшейін бір не ғой, кішкене ғана пещера екен. Өзім таңғалып тұрмын. Енді қазір осы орайда біз кішкене өзімізге шахта іздейік. Бірақ енді шахта табыла ма екен, табылмай ма екен деп ойлағам. Бірақ енді алғаш шахтамызды табылды мінекей. Жақ кәдімгідей қараңғы екен. Иә, өкінішке орайынан тупик сияқты ғой. Бәсе тупик. Енді сондықтан достар, тупик болғандықтан біз мына факелдардың барлығын жинап аламыз. Енді әзірше мен шахта тапқанша мен пауза қоя тұрам. 1, 2, 3. Міне достар, мен мына жерде тұрған кішкене шахтаны ішін көрейік енді. Олай көп нәрсе шығады жар деген ойдам. Мына жерде су тұр. Судан арға ештеңе жоқ. Ал мынау не? Стекло. Пещераның ішінде стекло не істеп жүрген білмеймін. Бірақ өкінішке орай бұл да тупик. Қабет деген ай. Негізі тупик болмағанда базар жоқ болушы еді негізінде. Енді басқа не істейміз, амал жоқ. Факелдардың барлығын абаламыз да. Енді тағы да шахта іздейміз. Енді қазір мен қаншалықты ұзақ уақыт іздейтінімді білмеймін. Бірақ енді алдағы уақытта бір нормальный дәу шахта ма әлде каньон ба таба аламын деген ойдам. Сонымен достар, мен ұйықтап алдым. Бірақ енді мен ана жақтан бір кішкене бір не шахта тауып алдым. Енді қазір соған барамыз. Бірақ оған бармастан бұрын мен қазір кішкене дайындалып алуым керек. Неше түрлі нәрселерді алып. Мысалы енді қалай дайындалсам болады? Мына железный мечті алам. И сосын менің нем қайда ана? Щитім. Менде щит жоқ па әлде, мен көзім көрмей тұрмын. Түк түсініп тұрған жоқ. Менің щитім болған осы жерде. Әлде жоқ. Иә достар, походу менің щитім жоқ. Походу жоғалып қалды ау деймін. Ай, жарайды енді. Ештеңе етпейді. Енді бірақ қазір енді мына жерде бір зомби малы ішті екен. Өлтіре салайын осыны. Мынау 1.9-дан бастап PvP-ласу өте қиын. Достар, шын айтайын, өте қиын. Енді общем осылай бара берем ой. Басқа менде түк жоқ. Барлығын шахтадан добыть ету керек. Ал енді мен сол шахтаға қазір барайын. В общем, достар, мінекей бұл шахта. Тану, мына жерде ведьма эндермен жүр. Ё-моё. Тезірек тамақ жеп алайын. Блин, достар, мен білген жоқ мына жерде ведьма мен эндерперлы айтайын тұрмын. Блин, эндермен, ё-моё. Мынау қашан кетеді, ё-моё, иссушение. Так, уже кетуі тиіс. Ең біріншіне ведьманы өлтіріп алу керек сияқты менің ойымша. Себебі кәдімгідей кедергі жасайды. Мынау новый шыққан ведьмалардың бірі, достар, сіздерге айтайын. Мен айттым ғой сіздерге. Хардкорный не қостым деп. Мод.
мына жерде бүкіл мобтар кәдімгідей ақылды. Өлтіру өте қиын. Мынаның даусын ай. Даусынан миым ашып кетті ой енді. Опа, скелет, что там? Скелеттің осылай күтіп тұрғаны маған қатты ұнайды. Енді қазір мына железаларды Vein Miner'дегі модтың көмегімен қазып алайын. Міндетті түрде мынау не? В общем, бұны железамен қазу керек екен, хотя былай түспейді екен. Мына жерде ведьма жүр, қайтадан, ё-моё. Факелда қойылмай қойды. Иә, достар, мен өкінішке орай өліп қалдым. Енді қазір қайттан барып, соның кегін қайтарам. Енді ол ведьманың кегін қайтармастан бұрын мен қазір ғана тапқан 6 железаны күйдіріп алайын. Және де осыған бір броня жасаймын өзіме. Себебі көрдіңіздер ғой, кәдімгі мобтар өте ақылды, барлығы қиын болып кеткен. Және де тағы да маған булыжник алу керек көп, чтобы сразу пешпен верстакты өзімен бірге алып жүретіндей. Енді арасы осы 3 железа тезірек болсын, енді оған үшін әзірге күте тұрайық. Негізі маған супер пеш жасау керек. Бірақ оны көп железа алғанда бірақ жасаймын. Әзірге бұлай жасай берейін осылармен. Так. Үстімізге броня. Жетпейді. Сондықтан мынаны былай қоямыз. Аяқ киім. И өкінішке достар, бізге сымға жетпейді. Бірақ енді осылай жүре берейік. Хотя бы кішкене сәт болып. Енді қазір барып ведьманың кегін қайтарам. Достар, мен бағанағы жерге келдім. Енді қазірна ведьманың кегін қайтару керек. О, базарнет. Так, не түсті? Мынадан не жасауға болады екен? Бірақ маған зомби келатыр. Қазір зомбиді өлтіріп болған соң көреміз, не жасауға болады екен. Опа, достар, базарнет. Мынаны көрейік. Мыналардан зелье жасауға болады екен. Тағы да бір зомби келатыр. Зомбилар өкінішке орай бітпейді екен аяқта. Оған шейін мен достарына киркам өкінішке орай бітіп қалды. Бірақ ештеңе етпейді. 3 булыжник бар. Соның арқасында біз жаңа кирка жасап аламыз. Зато мынау булыжниктің дәл алғаны дұрыс болды. Ата үйге барып жүргім келмейді мен өкінішке орай. Мынау анимация өте базар жоқ көрінеді екен. Мынаны ала кетейін өзімен бірге. Және де кішкене булыжниктер қазып алайын. Себебі қазір железа тапсам, уголь тапсам, маған міндетті түрде керек болады пеш. Мінекей. Осы да жетеді деген ойдамын. Енді қазір мына факелді алам ойдым. Мына жерде айтпақшыдай мен автопрыжокты өз жасайын. Керек емес. Так. Мына жерде мен уголь көріп тұрған жоқ. Бірақ мына бір угольді көріп тұрмын. Соны қазып алайын. Vein Miner'дың көмегімен осы угольдар өте тез қазылады. Енді тезірек барып факел жасап алайын. О, достар, как раз кеп тұр. Как раз базарнет. Мына жер өкінішке орай тупик. Демек, бұл жаққа бармаймыз. Мына да тупик. Что-то мен зомбидің дауысын естіп тұрған сияқтымын. Енді мына жерді көрейік. Железа. Железаны да алып алайық. 8 железа сразу. Базар жоқ. Достар, енді мынау өкінішке орай былай қатты да не емес, пещера емес.
Әй, өкінішке орай енді қазір пеш жасайық. Сол пешке... Ой, блин, крипер, кет бар. Кеттен, Ё-моё. Шүт болғанда криперға жарлар жаздадық. Так, не істейін жатыр едім? Достар, қазір біз наны былай пісіріп алайық железаны. 8 тал железа. Содан өзімізге железный кирка жасаймыз. Сосын мына руданы қазып алайық. Что за руда түсінбеймін. Ендеше оған шейін пауза қоя тұрайын желез піскенше. Ендеше 1, 2, 3. Сонымен достар, біз 8 железаны қайнатып біттік. Енді қазір біз кирка жасаймыз. Оппала, осылай. Мына кирканы примерно мынандай жерге қоя салайын. И мына верстакты өзімен бірге ала салайын. Достар, енді қазір біз не істейміз? Өкінішке орай білмей тұрмын. Тағы басқа шахта іздеуіміз керек. Мына шахта 10-20 шахта екен. Мына жақта зомби мен скелет жүр. Енді әзірге қайттан паузаға қоятын сияқтымын ғой, себебі тағы да шахта іздеу керек. Сондықтан менің былайша айтқанда қатып отыр, кішкене өкінішке орай шейдермен ойнасам вообще қататын шығар. Енді әзірге мен паузаға қоя тұрайын, шахта тапқанша. Сонымен 1, 2, 3. Айтпақшы достар, мен мына жердегі нені алуды ұмытып кеттім. Ух ты, ё-моё. Достар, айтқандай мен осыған айтпақшы хардкор модтарды қостым. Маған қараңыздар. Естіп жатыр мына. Ё-моё. Мә. Көрдіңіздер ма қандай мод? Енді бұл өте қиын. Мынау бәле зомби. Өте қиын зомби. Өлтіру өте қиын енді. Айтпақшыдай мен мына жердегі мынаны алуды ұмытып кеттім. Қазір осыны аламыз. Демек, железамен бұл нәрсе түскен жоқ. Сондықтан бұған алмазды кирка керек шығар. Скорее всего. Сондықтан енді біз бағана айтқанымдай шахта іздейміз. Оған шейін мен пауза қоямын. Мінекей достар, мен 2 шахта таптым мына жақын маңнан. Енді осының қайсына кірерін білмей тұрмын. Мынаған кірейін бе, әлде мынаған кірейін бе? Бірақ достар, осыған кіре салайын, себебі осы шахта сәтті шахта сияқты менің ойымша. Сразу угілден басталып жатыр. Енді бұлай угілдің барлығын теріп аламыз. Сосын угіл енді бізге өте керек. Железаны пістіргенде міндетті түрде керек болады. И в общем біз мына өзіміздің ең алғашқы мынандай бір руда таптық. Айтпақшы достар, мынау не десеңіздер, бұл Super Wars деген модтың арқасында, в общем, Super Wars деген бір мод бар. Соның арқасында осыны қайнатсақ 8 тал железа шығады. Осындайдың алмазный да бар, неше түрлісі бар. Так. О, міне. Super Wars'тың модтары осындай кезде. Ё-моё. Мына жерде факел тұрғаны қалай жақсы болды. Мәс саған. Мынау кәдімгідей нормальный шахта екен. Бұлай қарап отырсам. Так, железаны алып алайық. И мынау не? Так, мынадан не жасауға болады екен? Бұдан ештеңе жасауға болмайды екен, өкінішке орай. Енді біз әзірге осылай жайша жүріп, шахталарды былай іздеп жүреміз. Неше түрлі рудаларды қазып. Мына Super Wars. Енді бұл енді бұған майнердің мод көмегі тимейді, өкінішке орай. Бірақ енді жарайды. Оппа.
Өте бір базар жоқ шахта сияқты. Так, былай қарап отырсам, мына железаның барлығын алып алайық. Енді достар, біз железаға байыдық десем артық болмайды шығар. Так, мынау не? Мына железный мен қазу керек сияқты. Коппен ор. В общем, достар, білмеймін не екен. Так, мынаяқта не бар екен? Опа, скелет. Өл. Смело өлтіре салдық. Көп железа жинап алайық. Мынау не? Tower main. Бұдан не жасауға болады екен? Броня. Базар жоқ, броня. Бірақ енді қылышы онша емес екен, 6 урон. Так, оны пока что былай жүріп көре берейік. Міне мынамды алып алайық. Өте керек бізге. Мынау көмірдің несі. Қалай жетті мынау? Супер орыс мод. Так, мына жерде байқап отырсаңыздар, не факел өзінен өзі қойылып жатыр, себебі сондай мод бар. Мен өзім сондай мод ұсынат етіп қойғам. Так. Бірақ енді мына супер орысқа өкінішке орай Вейн Манердің мод істемейтін қарыш. Ато бұлай мен қинал жүрмес еді. Егер осындайдың алмазыны кездестіріп алсаң, ой, енді алмазға байыды деген сол болып жүр. Так, достар, мен тағы да факел жасап алайын. Так, көп факел керек. 41 факел жетеді бізге. Мыналарды да қазып алайық. Бізге өте керек болады. Так, мына жерде аппақ руда көріп тұрмын. Железный мен қазып көрейік. Бұл не екен бұл? Тин ор дейді. Ё-майо. Достар, алдымызда каньон тұр. Бұл каньон өте керемет болады сияқты. Менің опыттарым барлығы жерге түскетті. Так, енді осы каньонға қазып түсем. Осында блоктарды алайын. Так, осылай. Және де бұлай факел қойып шығайын. Фото керек болады. Так, и примерно осындай высотада қоямыз. Осылай краешкамен түсеміз ғой. Былайша айтқанда. Оппана. Базар жоқ, достар, дәл жетті. Мен бұлай қойып шығайық. Ё-май. Блин. Ё, крипер. Достар, базар жоқ. Әзірше тірімін, тамақ жеп алайын. Мына жерде қаншама рудалар жатыр, ё-май. Кәдімгідей рудалар жатыр ғой мына жерде. Так. Бұлайынан бәрін қойып шығайық. Мынау алтынның несі, алачет рудасы. Енді мына нелерді қазуды бастаймыз, әрине. Мынау лазуриттікі. Лазуриттікі бізге өте керек. Мына алтындікі да керек. Енді достар, қазір мен скорее всего үйге баратын шығармын, себебі уже уақыт аз бізде, өкінішке орай. Себебі енді мен енді көп түсіре алсам көп түсіре алатын едім, бірақ мен енді максимум бір қанша? Максимум 20 минут түсіре алам.
өкінішке орай. Енді интернеттің скоростына байланысты ғой. 6 мегабит қатты көп емес, сондықтан 20 минуттық видео салуға тиіспін. Болды достар, енді қазір үйге барайық. Зато кейін келесі жолы осы шахтаға кіріп неше түрлі рудаларды жинаймыз. Кім біледі, мүмкін алмазды тауып қалуы мүмкін. Ал енді біз үйде кездесейік. 1, 2, 3. Сонымен достар, қазір енді сіздер не істейді деп ойланып отырған шығарсыздар. Мен қазір мына жерде железо бар ма екен көріп алайын. 2 железо. Қазір жоқ, 5 железо. Достар, 7 железо. Қазір мен мына жерден 1 железо пісіремін да, өзіме супер пеш жасаймын. Оны қазір көресіздер қалай жасау керек екенін. Өзім сондай сборка қосқам. Қазір көрсетемін барлығын. Мінекей. Уже барлықтарыңыз біліп отқан шығарсыздар қалай жасау керек екенін. Оппа. Осылай супер пештің көмегі осындай кезде тиеді. Енді бұған не салуымызға болады? Бұған мысалы 2 железоны сақ қойсақ болады. Олар өздері былай тез арада пісіп өздері ете береді. Міне мысалы 8 уже дайын. Ол 8-ге мысалы мынаны да етуімізге болады. Так. Мінекей. Опа, тағы бір өзі дайын. Мінекей. Бұған да біз мына 13 железоны угольді сала-саламыз да. Так, мына көмірін етіп алайық, сосын мынаны етеміз. Ал қалғанын достар мына жаққа сала-саламыз. Кейін ачивкалар орындағанда осының барлығы бізге міндетті түрде керек болады. Сондықтан бұлар бізге әзірге керек емес. Кожаны да сала-саламыз. Қазір қандай ачивка қапты көре салайық. Так, маған әлі ерте. Мен әлі мотыга жасамын. Қазір достар, осы ачивканы орындай салайық, мотыга жасап, өзімізге нан жасай салайық. Сол кезде енді серияны аяқтаймын. Оппа. Мына жерден бір 3 талып пішінен сала салайын. Что-то қатып отыр достар. Түсінбедім. Ё-моё. Кәдімгідей қатып кетті достар, өздеріңіз көріп жатқандарыңыздай. Енді қатты көп модты көтере алмайды, өкінішке орай. Және анимация бар. И нан жасаймыз. Болды достар. Хлеб насущий деген бізде не орындалды. Мінекей достар, өздеріңіз көріп жатқандай уже моментально. Қараңыздар, қанша железо, қанша уголь бар менде. Осылай өзіңнің запасыңды сразу тауысуға болады. Жарайды достар. Енді осы серия сіздерге өте қатты қызық болды деген ойдам. Егер осы серия қызық болса, міндетті түрде лайк қойыңыздар, комментария жазыңыздар. Енді келесі жолы бағанағы каньонды міндетті түрде толық зерттейтін боламыз. Ендеше қоштасайық. Сіздермен болған мен МСМ. Лайк қойыңыздар, комментария жазыңыздар, менің арнама жазылыңыздар. Ең бастысы, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.